Сакураджимаға келгенбіз. Оған келген себебіміз барлық жапондықтар үшін де, туристер үшін де өте танымал жер Сакураджима деп аталатын аралға келу біздің мақсатымыз болатын. Енді біз қазір Сакураджимаға бізді апаратын кеменің ішінде тұрмыз. Ары қарай қызықтарды көріңіздер. Кеше біз Нагасакиден Кагошимаға келер жолда кемеге отырған болатынбыз. Осы көріп тұрғандарыңыздай машиналармен де бірге кемемен қозғалуға болады. Астыңғы жақта машиналар орналасады да, екінші, үшінші этаждарда адамдар. Сакураджимаға жеттік. Сакураджима ол Кагошима қаласының маңайында орналасқан арал болып табылады. Және бұл аралда сөнбеген жанартау бар. Мына көре аласыздар. Және бұл арал жапондардың ең сүйікті туристік орталығы болып табылады. Сакураджима аралдарындағы фут-спа деп аталатын аяқтарды шаршауын кетіретін спада отырмыз. Қазақтар үшін Өте ыстық. Қанша градус екенін білмеймін. 51 градус деп жазып тұр. 51 градус. Тағы кішкене қоса жұмыртқа пісіруге болады. Аяғым ыстық, я? Үйреніп қалған сияқты.
керемет демалдық.